Жалғыз қалған қандай қиын еді. Кешке дейін дәл осылай отырсам, жынданып кететін шығармын. Малай, қайтейін сен? Малды болған биік, малсыз болған ит. Ал бай болуға жай жоқ. Әне, кетті бай. Барлық атын жегіп ап, бала-шағасын ертіп ап, қонақып кетті барлығын. Менің қалғаным мынау. Естиді, ит жегізеді. Ана салпан құлақ. Кетті Құтпан, байдың тарантасына еріп. Оған барған жерде ас ұяды. Алмаған ол да жоқ. Құтпан ұры келсе үреді, ұры келмесе үрмейді, жатады ұйықтап. Ал мен барғым келсе де барам, барғым келмесе де барам. Мен де қатырам ит түгіндеп. Мына күнді қалай өткізсем екен, ә? Өлең айтсам екен. Әй, бірақ өлең айтатын дауыс та жоқ. Мені кім тыңдап жатыр? Айтам өлең. Ей, мен өзім Малдыбайдың қызын алсам, айттырып қойған жерден бұзып алысам, қасыма бесат қосшы ертіп алып, қымыздан қайта-қайта ішіп барысам, жеңгелер айнам көзі әкелгенде, уф деп белінен қысып алысам. Ай, қатырам ә менді. Осы өлеңді айтсам, қатын алғандай бола ма? Біз қашан қатын алады екенбіз? Өтетін шығармыз қатын құсап, жалғызсырап. Әй, дүние-ай! Әй, бірақ, осы өлеңді айтсам бір жеңілдеп қалам. Сөздерінің мәні бар, мәні. Мен өзім Малдыбайдың қызын алсам, айттырып домбырам мәні. Ай-бай-ай, уй-бай-ай, мәндайым, ай. Ай, өлеңіме қатынды қосам деп маңдайым жармала жаздадым ғой, сор маңдайым, ай. Ай, мен өзім Малдыбай.